Барлығына сәлем. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы физикалық шамалар, векторлық және скаляр шамалар деп аталады. Сонымен біз бүгінгі сабақта физикалық шамалармен, өлшем бірліктермен және де халықаралық бірліктер жүйесімен танысатын боламыз. Ең алдымен физикалық шама. Жалпы физикалық шама дегеніміз не деген кезде, мысалы әртүрлі құбылыстарды біз айттық қой, физика ол табиғат құбылыстарын зерттейді деп. Осы табиғат құбылыстарындағы әртүрлі болып жатқан құбылыстарға сандық тұрғыдан терминді беру үшін біз осы терминді физикалық шама деп айтамыз. Мысалы уақыт, жүрілген жол, жылдамдық сияқты терминдердің енуі осы физикалық шамаға жатады. Сонымен енді бізде мысалы өлшем бірліктер бар, осы физикалық шамаларды одан әрмен сандық тұрғыдан дәлелдеу үшін біз өлшем бірліктерді қолданамыз. Біз бұл өлшем бірліктермен жалпы математика сабағынан 5-6 сыныптан бері таныспыз. Жалпы ұзындық, масса, уақыт деген сияқты өлшем бірліктермен осылардың өлшеу үшін мысалы ұзындықты метрмен өлшейміз, массаны килограмм, грамм, уақытты мысалы минутпен айтамыз, күнмен айтамыз, жылмен айтамыз. Осының барлығын біз өлшем бірліктер деп атаймыз. Сонымен жалпы осы жерден қорытылып шығатын ережеге келетін болсақ, яғни физикалық шаманың мәні деп оның өлшем бірлігін көрсетілген сандық мәнін айтамыз. Мысалы масса болса, мысалы қанша килограмм десек, мысалы 3 килограмм деп айтып тұрық қой, бұны біз сан түрінде айтып тұрық. Осы үшін осы физикалық шаманың мәні деп аталады. Ендігі келесі бөлімге өтсек, халықаралық бірліктер жүйесі. Жалпы осы халықаралық бірліктер жүйесі деген не үшін қажет, бұл не деген сұрақ туындауы мүмкін. Халықаралық бірліктер жүйесі немесе SI жүйесі деп атайды, System International. Сонымен халықаралық бірліктер жүйесі, яғни осы әртүрлі мемлекеттерде бірдей өлшем бірлікті қолдану үшін осындай мемлекеттер бірігіп халықаралық бірліктер жүйесін енгізген болатын. Яғни осылай 1960 жылы арнайы конференцияда өтті, сөйтіп осы SI жүйесін енгізді. Ол не үшін қажет десек, мысалы кейбір мемлекеттер болуы мүмкін, мысалы біреулер уақытты минутпен айтуы мүмкін, біреулер сағатпен айтуы мүмкін деген сияқты осындай келеңсіз жағдайлар туындамас үшін осындай халықаралық бірліктер жүйесін енгізген болатын. Жалпы 1960 жылы осындай арнайы конференцияда бірінші ең алғашқы осы бірліктерді, осы бірліктердің шамасын, атауын, барлығын немен өлшейміз деген ортақ тұжырымға келіп осыларды енгізген болатын. Оның әрі қарай да айтқан шамалары бар. Онымен алдағы уақытта есеп шығару барысында танысатын боламыз. Ең алдымен қазір бастапқы мәнін түсініп алуымыз керекпіз. Мысалы бізде көп физикада кездесетін, ол бізде жылдамдық. Жылдамдықты біз өлшеген кезде, мысалы ол километр сағатта берілуі мүмкін, сол кезде мысалы басқа да метр секундта берілуі мүмкін. Сол кезде есеп шығарған кезде біз метр секундты қолданамыз. Үдеу деген ұғыммен келесі басқа сабақтарда танысатын боламыз. Әзірге емес, осы жерде сіздерге белгілі осы көлем, сыйымдылық. Мысалы сыйымдылықты біз кейбір кездерде суды мысалы литрмен өлшейміз, көлемді, сол литрмен көлемді метр кубпен өлшеу үшін осындай өлшем бірлікті енгізген болатын. Енді келесі тақырыбымыз бізде векторлық шама. Векторлық шама деген бұл векторды сипатталатын кеңістікке бағытталған түзу кесіндімен ұсынылған кез келген бірлік дейді. Бұл вектормен де біз таныспыз, 5-ші осы математика бөлімінде танысқан болатынбыз. Векторлармен осындай векторларды белгілеген кезде міндетті түрде жоғарғы жағында осылай стрелкамен көрсететін боламыз. Ол деген бізде вектор ұғымы бар деген ұғымды көрсетеді. Мысалы векторлық деген ол мысалы жол деген сөз ғой. Жолда мысалы
машина келе жатса, бір машина мысалы осындай осылай бағытта болса, екінші машина осылай бағытта болса, бұл жаңағыдай келе жатқан жолы, яғни осы бағыты ол бізде вектор болып табылады. Және де осы машина, машинаны алдық бір. И машинаның бізде несі болады? Бізде оның жылдамдығы болады. Және жылдамдығы болады. Содан кейін машинаның мысалы жылдамдығы болғандықтан осы жылдамдықтың бағыты болады. Сондықтан жылдамдық бұл жерде векторлық шамаға жатқызамыз. Ал енді екінші тұрғыда мысалы скаляр шама скаляр шама дегеніміз не дегенде, скаляр шама ол ешқандай бағытқа тәуелді емес. Мысалы машина белгілі бір мына жерде машина бар деп білесіз, белгілі бір ол мысалы уақытта жүріп бара жатса, ол уақыттың бағыты болмайды. Ол бағыты болмағандықтан ол бізде скаляр шамаға жатады. Яғни ешқандай бағыты жоқ, бағытқа мүлдем қатысы жоқ, тек қана сандық мәні бар деп. Сандық мәні бар болса, бұл кезде ол бізде скаляр шама болып есептеледі. Жаңағыдай машинамыз жүріп бара жатыр, оның жылдамдығы ол қандай да бір бағытта болады. Ол машина мүмкін оңға қарай жүріп бара жатыр, мысалы, түсу бағытта, мүмкін кері бағытта жүріп бара жатыр. Оның қандай да бір бағыты бар. Сондықтан оны біз векторлық шама дейміз. Ал ол кезде уақыттың бағыты жоқ. Мүмкін ол 1 сағат жүрді, мүмкін ол 30 минут жүрді деген сияқты. Оны біз скаляр шама деп атаймыз. Сонымен қатар скаляр шама ол яғни ешқандай бір уақытқа тәуелді емес деген сөз. Осы жерде осыны әрі қарай түсіндірілген, яғни векторлық шама дегеніміз ол түзу бойындағы бағытталған кесінді, жылдамдық немесе күш. Мына жерде де адамның күші әсер етіп жатыр. Яғни адам қалай қарай өзінің күшін итеріп жатыр. Мысалы, машинаны итеру үшін ол қандай да бір бағытқа бағытталған ғой оның күші. Сондықтан бұл жерде оны біз күш деген ұғыммен алдағы уақытта танысатын боламыз, бірақ біліп жүріңіздер, ол да векторлық шамаға жатады. Жаңағы машина дегеніміз міне осы жерде көрсетілген, яғни машина қандай да бір бағытта жүріп бара жатыр, қандай да бір жылдамдықпен. Бұл жылдамдық деген яғни оның бағыты бар деген сөз. Ал мына жерде масса, көлем, уақыт, аудан деп айтылған. Масса тұр. Бұл жерде оның қандай да бір массасы бар екені белгілі, бірақ ол ешқандай бағытқа байланысты емес. Тек қана мысалы 1 килограмм, 500 грамм деген сияқты өлшем бірліктері ғана бар. Уақытта тура сондай 30 минут мысалы, немесе 1 сағат деген сияқты тек сандық мәнмен ғана өрнектелетін шамаларды айтады екенбіз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.